Сосын кім шайтанның ақалақшысы, оны Алла ғана біледі. Астағфируллах, біз адам болып жаратылғаннан кейін ібіліске емес, Аллаға құлшылық етуге Алла нәсіп етсін. Бізде енді қызық қой. Ол шалды мен соттатқан жоқпын, арыз жазған жоқпын, ештеңе істеткен жоқпын. Тек қана өзі жұлдыз деген тиісті ғой, жұлдыздар жерге түссін деп та. Сол үшін ол да жұлдыз болып көрсін дедім. Сөйттім да мен публикаға салып жібердім. Оны соттатқан мен емес, мен арыз жазған жоқ. Арыз жазсам, ол кісі маған МРП төлейтін еді, 2000 МРП, 7000 МРП төлейтін еді да. Бүкіл бренд киіп алған деп тұр ғой, сондай дүниесі маған беретін еді. Мен дүние көздеген жоқпын. Мен тек қорландым. Өйткені ол жерде асаба мені қорғаған жоқ. Тойдың иесі шығып мені қорғаған жоқ. Мен сонша жерден шығып, ол шалды мен соттатқан жоқпын, арыз жазған жоқпын, ештеңе істеткен жоқпын. Тек қана өзі жұлдыз деген тиісті ғой, жұлдыздар жерге түссін деп та. Сол үшін ол да жұлдыз болып көрсін дедім. Сөйттім да мен публикаға салып жібердім. Оны соттатқан мен емес, мен арыз жазған жоқ. Арыз жазсам, ол кісі маған МРП төлейтін еді, 2000 МРП, 7000 МРП төлейтін еді да. Бүкіл бренд киіп алған деп тұр ғой, сондай дүниесі маған беретін еді. Мен дүние көздеген жоқпын. Мен тек қорландым. Өйткені ол жерде асаба мені қорғаған жоқ. Тойдың иесі шығып мені қорғаған жоқ. Мен сонша жерден шығып, той басталатын алдында үлгерейін, біреудің қуанышы, соған ортақтасайын деп барып тұрмын. Енді әңгіменің бәрі ақшада емес қой. Ақша дейтін болсақ, мен сонымен өмір сүретін адаммын. Ал енді өз қонағын өз қорғай алмаса, мен кімге айтуым керек назымды? Халқыма айттым. Халқыма айтқаннан кейін мен алып тастаймын, әрине. Алып тастаған жоқпын. Қайтемін 200-ді болып алып тастап, маған сүйеніп адамдар менің парақшама сүйеніп жазатқан кезде мен алып тастасам, сонда не болады? Ал енді қоғамның соты бұл. Қоғамның пікірі, биліктің құрығы ұзын. Дінді басқа ағымға бұрды ма, дінді құбылып көрсетті ма, өз тілінен тапты деген сөз бұл. Бұл да Алланың қалауы. Қорғаған жоқ. Мен сонша жерден шығып, бала шағам тастап, 1000 шақырым жүріп барып тұрмын мен. Самолетке мініп, самолеттен машинаға мініп, той басталатын алдында үлгерейін, біреудің қуанышы, соған ортақтасайын деп барып тұрмын. Енді әңгіменің бәрі ақшада емес қой. Ақша дейтін болсақ, мен сонымен өмір сүретін адаммын. Ал енді өз қонағын өз қорғай алмаса, мен кімге айтуым керек назымды? Халқыма айттым. Халқыма айтқаннан кейін мен алып тастаймын, әрине. Алып тастаған жоқпын. Қайтемін 200-ді болып алып тастап, маған сүйеніп адамдар менің парақшама сүйеніп жазатқан кезде мен алып тастасам, сонда не болады? Ал енді қоғамның соты бұл. Қоғамның пікірі, биліктің құрығы ұзын. Дінді басқа ағымға бұрды ма, дінді құбылып көрсетті ма, өз тілінен тапты деген сөз бұл. Бұл да Алланың қалауы. Қой, жақсы, кеттім, мен біраз демалайын. Роза Ал Қожа мұсылманға қарсы шықты депті. Ол өз қожа бола тұра қалай ислам дініне қарсы шықты деген сияқты. Біреулер қыртып жатыр да. Біз бәріміз мұсылманбыз, қожалар ғана емес, жалпы. Әлімсақтан мұсылманбыз, альхамдулиллах да. Бірақ оның жолында жүре алатын тақуалар бар, және біз сияқты жүре алмайтындар бар. Өйткені бізге Құдай сөз берген, саз берген, Алланың берген басқа да қасиеттері бар, басқа да миссияларымыз бар да. Бірақ жүрегімізде бәріміздің де Алла бар. Ал енді оны Құдайды әкеп құбылып көрсетудің қажеті жоқ. Сөзді берген Алланың өзінің жоспары бар. Ал музыка, ол Құранның әуезі. Музыка барлық жерде бар. Құстар да ән салады. Ал қайырлы таң баршаңызға. Роза Ал Қожа мұсылманға қарсы шықты депті.
Ол өзі қожа бола тұра қалай ислам дініне қарсы шықты деген сияқты біреулер қыртып жатыр да. Біз бәріміз мұсылманбыз, қожалар ғана емес, жалпы әлімсақтан мұсылманбыз, альхамдулиллах да. Бірақ оның жолында жүре алатын тақуалар бар, және біз сияқты жүре алмайтындар бар. Өйткені бізге Құдай сөз берген, саз берген, Алланың берген басқа да қасиеттері бар, басқа да миссияларымыз бар да. Бірақ жүрегімізде бәрімізде Алла бар. Ал енді оны Құдайды әкеп құбыжық көрсетудің қажеті жоқ. Сөзді берген Алланың өзінің жоспары бар. Ал музыка ол Құранның әуезі. Музыка барлық жерде бар. Құстар да ән салады. Сосын кім шайтаннан Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассалату вассаламу ала расулиллах. Amma ba'd. Unutасыздар ма, unutпайсыздар ма? Біз мұсылманбыз. Мұсылман болғаннан кейін бізге шариаттың үкімі болады. Яғни Аллахтың үкімі. Ненің халал, ненің харам екенін басты етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Енді Аллаға шүкір дейміз, арақ деген бәледен құтылдық осы тойларда. Бірақ тағы бір екі нәрсе бар, құрметті тамада. Біреуі мына музыка деген бәледен құтылуымыз керек. Бұл шариатқа түкке сай келмейді. Екіншісі, ұрғашылар мен еркектер бүйтіп бірігіп отырған болмайды шариатта. Кейінгі тойларда тамада інім саған құлағын алтын сырға. Себебі біз бәрібір Алланың алдына барамыз да жауап береміз. Біз енді үлкен доқпадық, соны айтып өтуіміз керек. Мына әншілер қапа болмасын маған, жаңағы Роза деген ба қарындасымыз келіп жатыр ма енді. Олар да енді сонда той өткізсе, олар да сәл төмен түсіп қалады да, жұлдыз болмай жерге түседі. Потому что шариатта оларды ненің ақалақшысы деп айтады да, азаншысы деп, шайтанның. Сондықтан оның үшін қаламайды ғой шайтанның азаншысы. Енді бірақ менің осы тілегім осындай. Жалпы бақытты болсын дейміз. Бақыт деген бірақ нәрсе. Мен көп сөйлеп қойсам, сенен кешірім сұраймын. Менен емес, көке Алладан кешірім сұраңыз, жаным сол. Рахмет.